Мұқалип KZ медиа порталы ұсынады. Бұл күндері бізді Құраннан не тиіп қойды? Алланың атымен ант етем, біздің көпшілігіміз егер үйіне кірсе, Құраны шаң басып жатқанын көреді. Оның шаңы тек алдағы Рамазанда ғана кетеді. Ей сүйіктілерім, сіздерге бір сұрақ қойсам деймін. Біздің баршамыз смартфон ұстаймыз. Біреуінің болсын, смартфонын шаң басты ма? Ешкімдікі. Алланың атымен ант етем, ешкімнің смартфонын шаң баспаған. Үйдегі Құран демеймін, мешіттегі Құранға қараңыздаршы. Үйде тұрған Құран демеймін, мешітте тұрған Құрандарға қараңыздаршы. Алланың атымен ант етемін, сол мешіттегі Құрандардың бетін шаңын сүртуге тура келеді. Ал смартфондарымызда шаңды еш таба алмаймыз.